olsun dedi. Яғни бүгін 27-сі. Бізде 1-ші желтоқсан қандай күн? Елбасының таққа отырғаны. Тұңғыш президент күні, Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні. Бізде міне жас өскелең ұрпақтың, келер ұрпақтың мына Қазақстан Республикасының патриоты ретінде, яғни сендер жанашыры сендер, болашағы сендер, келешегі сендер. Сонда біздің елбасының бірінші Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін мойындатқан, әлемге мойындатқан тұлғаның дара жолын, анық жолын, айшықты жолын осы отырған білім алушыларға түсіндіру. Яғни соның мақсатында бізде қандай фильмдер бізде кеше жіберілген тізім бойынша ұйымдастырылған. Ұйымдасқан ұтады, елдіктің бастауы, тағы қандай фильмдер? Bir ел, bir tatlı şişim kino. Parasatlı şişim. Tüm saat. Елдіктің бастауы. Дұрыс. Осы 1991 жылы 1-ші желтоқсанда Қазақстан Республикасының президентінің жалпы халықтық сайлауы өткен екен. Не үшін 1-ші желтоқсанды бізде президент күні деп атайды? Яғни сол күні сайлау өткен, жалпы халықтық сайлау өткен. Сол жерде 98,7% бізде Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы Қазақстан Республикасының президенті болып сайланған. Одан кейін 99 жылы, яғни жалпы халықтық референдумның нәтижесінде Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттілігі яғни 2 жылға дейін не істеген? Ұзартылды. Дұрыс. Ұзартылды. Бізде 99 жылы 10 қаңтарда баламалы сайлау өткізді Қазақстан Республикасының президенттігіне. Ол жерде де 79,78% дауыспен қайта сайланды. Енді бізге бүгін берілген тапсырма бойынша презентацияны қоса қоямыз. Арайка қосшы. Қосам. Апайман, организаторлық берес па? Организаторлықты. Экранға демонстрация қоса қойыңдар. Нұрсұлтан Назарбаев әлемнің қазіргі тарихындағы кемеңгер тұлға. Елбасы жер жаһанға мемлекеттің бейбіт және ядролық қарусыз саясатын паш етті. Қазақстанды жоғары халықаралық деңгейде дейін өткізді. Яғни сөз бізде филология факультетінің 23.02.10 тобының және қазақ тілі мен әдебиеті 17.01.10 тобының студенттеріне беріледі. Бастай ғой. Рахмет. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның мемлекет қайраткері, ғалым, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті 1990 жылдың 20 наурыз аралығында Қазақстанның президенті болды. Мен
Мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы тарихи анықтаманы айтып кетейін. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6 шілдеде 1940 жылы Алматы облысының Қаскелең ауданындағы Шамалхан ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. Балалық шағы кейде айта бергеніміздей таршылық жағдайда өтті. Өткендердің мал бағуына, бау-бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды. Сүпшектері ішіне қажетті заттар алу үшін есек ежіккен арбамен жақын маңдағы теміржол станциясына бару дегенің керемет мереке саналған. Және мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды, ата-анасын қатты құрмет тұтты. Және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ол ерте есейіп кетті. Орта мектепті бітіре салысымен Кеңес одағындағы аса ірі Қарағанды металлургия комбинетінің көлемді құрылысына аттанды. Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтар мен Украинаның Днепродзержинск қаласына барып, металлург жұмысы мамандығын меңгерді. Бұл шойын қоюшы домна пешінің көмекшісі жұмысын атқарды, ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді. Иә. Бізде сен өлең айтатын ғой? Осы ретте кішкене Самалдың өлеңін тыңдай қояйық, иә? Тұңғыш президентке арнау. Қара жер ылғалы қазағымның, шын сүйіп, шын түсінген азабың кім. Жүрекке қолды қойып ниет қылдым, жетті деп тарихымды жүйкін. Уақыттың жерменінде тас айналады, ұл туса бауырынан бас айналап, тағдырды Алла ғана нәсіп етіп, тарихты тұлғаған жасай алмақ. Жанардың жәудіретіп нұрын алла, бұл күнді күтті ған дала, ұл туды бір анасы алты алаштың, күн шықты арай шашып құбылаға. Күн шықты арай шашып астаныма, дүние кілт айналды басқа ғымға. Олана ұл тумапты нұрды, бүгінгі өзек бұлар дастаныма. Ұлдың аты нұрдан заты сұлтан, кеш туған зарықтырып уақытынан, жаралған жан әлем тегінде, халықтың арман тілек бақытынан, қалау бұл қыл деп құс көңілдің, асығы алшысынан түскен ұлдың, Алладан үміт тілеп жатқан шығар, бауырында Әбіш әке үш қоңырдың, адал бол ақыреттік жан жарына, қарайлап қоңыр тірлік ал жанына, ұлына тұтқа болар президент сайлап, одан үнсіз жатыр Әлжанана. Ел үшін жерді шарлап ұшқан ұлым, үшін аямаған күштарымның, қазақта ер тумайды енді сіздей, жарылып кетсе де дұшпанымның. Бабалар армандаған ізгі үміттен, арылды дана халық жүз күдіктен, нұраға Самал, рахмет. Осы тұста, яғни Ақботаның осы президент күніне өзінің жаңағы кішкене айтары бар. Иралиева Ақбота. Ақбота қайда? Ақбота осы жерде қазір айтады. Жалғастырамыз. Сол жылдары оның басшысы қалалық, облыстық және республикалық көлемде басшы органдарда жауапты қызметтер атқарды. Металлургиялық комбинатында партком хатшысы, Теміртаулық Қарағанды партия ұйымдарында экономикалық салаға жауапты хатшы болды. Иә, Ақбота біздің елбасының алғашқы ел басқарғанға дейінгі уақыттағы қандай қызметтер атқарды. Содан түсін беріп кетті. Одан кейін Талғаттың айтатыны бар ма? Мен демонстрация қосам, апай. Ол Қазақстан үкіметін басқарғанда 44 жаста болды. Осылайша оның саяси өмірбаяны басталды. 1991 жылы 1 желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты республиканың президенті етіп сайлады. Арайлым, презентацияңды қоса ғой. Апай.
Арайлым. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. 1940 жылы Қоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында дүние есігін ашқан. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп есім берген. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналған болатын. Әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде Назарбайдың шаңырағында өмірге келген. Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болған. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және балқар тілдерінде де еркін сөйлейтін. Әбіш қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын, әңгімелескен адамын зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1971 жылы өмірден озған. Анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылындағы молданың отбасында дүниеге келген. Үш қоңырға жер аударылған әкесімен бірге келген Әлжан Әбішпен танысады. Ауыл арасында ән салу мен суырып салмалық өнерден оның алдына түсетін ешкім жоқ еді. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулыды. Оның ұлттық дәстүрлерге, ән-жырларға, салт ғұрыптарға құштарлығын оятты. Әлжан Назарбаева 1977 жылы өмірден озған. Жасөспірім шағын Нұрсұлтан тек өз сыныбында ғана емес, мектептегі ең үздік оқушылардың бірі болды. Сабақты зор ынта-ықыласпен оқыды. Ол өзінің аса құштарлығын білетін, ағайын туыстары әкеп берген кітаптардың бәрін оқып шығуға жан тәнімен кіріскен. Жас кезінде Алатауының баурайында жазғы демалыс күндерінде әкесіне көмектесіп жүргенде тұңғиық жұлдызды аспан астында жанған алау маңына түнеген романтикалық сәттері де көп болған. Жұмыс жолы және саяси мансабы. 1960 жылы Днепродзержинск қаласының номер 22-ші кәсіптік лицейін бітірді. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинатында ВТУЗды бітірді. Еңбек жолын 1960 жылы Қазметаллургистрой трестінің құрылыс басқармасының қызметкерлері бастады Қарағанды облысының Теміртау қаласында. Содан кейін ол құю машиналары үшін шойын ретінде жұмыс істеді Қарағанды металлургия комбинатында тау байыту пешінде. Бірге қызмет атқарған. 1965-69 жылдары Қарағанды металлургия комбинатында 1966 жылдан бастап зауыт қайта жұмыс істеді. Диспетчер, газ маманы қызмет атқарған. 1969-73 жылдары Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партиялық комсомол жұмысында қызмет атқарған. 1973-78 жылдары Қарағанды металлургия комбинаты партия комитетінің хатшысы. 1978-79 жылдары хатшы Қарағанды облыстық партия комитетінің екінші хатшысы болып сайланған. 1979-84 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы ретінде сайланды. 1984-89 жылдары Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы. 1989-91 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы. 1990 жылы 14 шілдеден бастап 1991 жылы 23 тамызға дейін ККП орталық комитетінің саяси бюросының мүшесі. ККП орталық бақылау комиссиясының мүшесі 1986 жылы қызмет атқарған. ККП орталық комитетінің мүшесі болып 1986-91 жылдарға дейін өз қызметін атқарған. Және де қызмет жолы 1960 жылы Днепродзержинск техникалық училищесін, 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинатында қарасты жоғары техникалық оқу орнын, 1976 жылы Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетіне қарасты жоғары партия мектебін тәмамдаған. 1969 жылдары Қарағанды металлургия зауытында жұмыс істеді. 1969-70 жылдары Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия комсомол жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды. 1973-75 жылдары Қаркет комбинатының партком хатшысы. 1977-79 жылдары Қарағанды облыстық партия комитетінің хатшысы және де екінші хатшысы болып қызмет атқарған. 1979-84 жылдары Қазақстан КП орталық комитетінің хатшысы, төрағасы болып сайланды. 1989-91 жылдары Қазақстан КП ОК біріншісі хатшысы. 1990 жылы ақпан-сәуір айларының аралығында Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы болды. Және де
1990 жылдан бастап 90 жылдың сәуірінен бастап Қазақстан президенті болып сайланды. 1991 желтоқсанның 1-інде бірінші жұлдызында тұңғыш рет Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауы өтті. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен 98-де 1995 жылы сәуірдің 29-ында жалпы халықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттілігі 2000 жылға дейін ұзартылды. 1999 жылы қаңтардың 10-шы жұлдызында өткен жалпы халықтық сайлаудың нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев 79-да 78 дауыс алып, Қазақстан жылы желтоқсанның 4-ші жұлдызында сайлаушылардың 91-де 5%-нан дауыс жинап, Қазақстан Республикасының президенті болып қайта. 3-ші жұлдызында сайлаушылардың 95-те 5%-ын дауысын алып, Қазақстан Республикасының президенті болып қайта сайланды. 2015 жылы сәуірдің 26-сында сайлаушылардың 97-де 7% дауысын жинап, Қазақстан Республикасының президенті болып қайта сайланды. Апай, болдым. Ахмет, Ақбота, Арайлым. Біз осы жерде кішкене біз өзімізді, яғни 1-ші желтоқсан президент күні деп біз жиналыста отырғандай өзімізді сезінбей, кішкене өлең жолдарын да қосайық, иә? Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы да қатысып отыр бұл жерде. Яғни сендер кеше ғана осы педагогикалық Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің кеше ғана табалдырығын аттадыңдар. Яғни бұл қазіргі жағдайда біз пандемия уақытында бұл қашықтан оқыту дегеніміз барлығымызға қолайлы болып тұр. Бір-бірімізді де осы дамыған технологиялық заманда бір-бірімізді алыстан жақындатқан осы технология. Және тағы бір айтатыным, мына жерде Майра мен Аялжанның, яғни өздерінің қатарластарың, замандастарың, группаластарыңның осы бір кішкене осы біз бірінші курста президент күніне орай осы зумда кездесіп едік деген сияқты ойларыңда қалсын деген оймен Майра мен Аялжаннан кішкене өлең тыңдайық. Одан кейін ән айтамыз. Және сонымен қатар мен алдында басында айтып өткен президентіміздің дара жолы, айқын жолы, айшықты жолымен жасалған фильмдердің пікірімізбен бөлісетін боламыз. Одан да қазір кішкене үзінді көрсетемін. Аха, жақсы, рахмет апай. Мен Мұқағали Мақатаев ақынымыздың Қазақстан дейілген өлеңін оқып берейін. Қазақстан. Жақсы аттанды демессің, сүйем десен, табынатын тәңірім ием десен. Адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйенбесем. Сен менің сүйегіммен қанымдасың, жанымдасың, ұятым арымдасың. Саған деген махаббат дамылдасың, тек сенің топырағыңды жамылғасың. Өзіңше түсіңде ерек, ісіңде ерек. Сырым бар, саған айтар, ішімде көп. Қолмағай көзімді бір тойдыра алмай қорқамын, бәрі осының түсінбе деп. Қазақстан, пай, ардағым-ай, сен менің шолпанымсың, жанған удай. Өзінде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым, арманым-ай. Рахмет. Бізде бірінші курста қазақ тілі мен әдебиетіне мен сондай талантты балдардың, талантты осындай сендер сияқты студенттердің түскеніне қуанамын, шаттанамын. Және ол топтар менің тобым болғаны. Ертең біз көреміз, бір-біріміздің әлі де ашылмаған қырларымыз бар. Біз кішкене осы нәрсе бізге осы онлайнда өтіп жатқан кедергі болуы мүмкін. Бірақ бізде барлық қажеттілікке байланысты жағдайлар жасалған, иә? Ол сейіттің нашарлығына қарамаймыз. Бізде факультетте байқаулардың ережесі де келіп жатыр.
WhatsApp-тарыңа. Әрқайсың сендердің жеке бір өз жеке дара тұлғасыңдар. Сабақпен қатар Әл-Фараби өзі тәрбиеге қатысты не деп айтты? Ахмет Байтұрсынов не деп айтты тәрбиеге байланысты? Яғни біз оқумен тәрбиені қатар алып жүрміз керек. Ал тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Иә? Бұл тәрбиелік іс-шараға біз өзіміздің үлесімізді қоса отырып, және сен қасыңдағы адамға, қасыңдағы өзіңнің жолдасыңа бір кішкене болса да патриоттық сезім сыйлайсың. Ал одан кейін кім еді? Аяжан. Ата бабам мың сынаққа ұшыраған, Тәңірден тек тәуелсіздікті сұраған. Азаттықтың таңышын тер төккен тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Сүйеу болған аналарға жылаған, тіреу болған балаларға құлаған, елдің жерін арқалаған нартолға тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Сыртқа кетіп қалмасын деп сыбаға шекара қазып Нұр ағам. Шетке жүрген қандастардың панасы тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Астанам бар азаттық деп қуанам, топқа түскен көк байрақты тулаған, тұңғыш қазақ мемлекетін құраушы, елін сүйген, ел сүйген Нұр ағам. Рахмет, Аяжан. Енді біздің осы жиналып отқандағы себептеріміздің бірі де биыл біздің тәуелсіздігімізге қанша жыл? 29 жыл. 29 жылда осындай елдігі бар, байрағы көкке желбіреген елге айналудың өзі қандай жолмен келді? Осы жаңағы айтып өткен президентіміздің дара жолы көрсетілген фильмдердің бірі мынау ұйымдасқан отаны. Осы қазір ұйымдасқан отанында бір 5 минут қана үзінді жібере қояйын, содан кейін өзіміздің пікірлерімізбен алмасамыз. Әлем саясатының патриархына айналды. Керек сөзді керегесінде айтады. Адамды көндіре білу деген үлкен қасиет. Нұрсұлтан Назарбаев осы скептиктердің бәрінің аузын жапты. Еуразия экономикалық одағы осы қалаларға үлкен мүмкіндік берді. Жерге таласып қай кезде де болған, әлі де бола береді. Бірақ бұл Кеңес империясы құлағанда тіпті өршілі. Бір орталыққа бағыну және биліктің әлсіреуі қайғылы оқиғаларға кеп соқтырды. Қан төгілді, тағдырлар тәлкекке түсті. Кейбір ұлттардың болашағы бұлыңғыр сағымға айналды. Бір-бірін айыптау, бір-біріне қару ала жүгіру әдетке айналды. Бұл түсініксіз қырғиқабат саясаттан көп ел абдырап қалды. Тәуелсіздігін енді ғана жариялаған жас мемлекетте небір қиын-қыстау сәтті бастан кешірді. Қарулы қақтығыссыз шекараны белгілеу, ұлтаралық татулықты қалыптастыру, дипломатиялық даулардан аман шығу оңай болмады. Шекарадағы делимитация күрделі мәселе болғандықтан, оны шешу ұзақ жылдарға созылды. Оңай болмады. Шекарадағы делимитация күрделі мәселе болғандықтан, оны шешу ұзақ жылдарға созылды. Мына жерде қарасақ, біздің шекарамыз, яғни шекаралас елдердің өзі бізде қанша? Яғни біздің жерімізге көз тіккен. Негізі барлық даудың басы ол шекарадан басталған. Яғни жер, ата-бабамыздың өзі жер, ел, жер деп соғысқан жоқ па? Осы ең алғашқы осы шекараны да бізге міне картаға түсіріп, яғни қазығын қағып басқа елдерден шекараласқа бөліп берген осы тұңғыш президентіміз болды. Жаңағы жерде сила в единстве деп жазды.
яғни Төле бидің қандай сөз бар? Төртеу түгел болса, төбеде келеді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төрт құбылан тең болса емес, бұл жерде төртеу түгел болса. Яғни біздің арамызда әлі де болса іріткі салатын адамдар бар. Бірақ біздің барлығымыз бірлігі жарасқан дегендей, ол өзінен өз қойылған жоқ қой. Ынтымағы жарасқан, бірлігі жарасқан. Яғни қандай қамал болса да, бірлігі нығайған елге ешқандай қауіп төнбейді екен. Сол сияқты, отан отбасынан басталады. Сендердің кішігірім отандарың, мына өзің топтарың. Ол да бір үйдің ішінен үй болып тұр ғой топтарыңда. Алыста отырсаңдар да, күнде сабақтарың, кездесіп жүрген мына зумдарың сендерді бір ортаға біріктіріп отыр. 23.02.10, 17.01.10 деген топтың өзі, яғни осы топтың бірлігі, бары бірлігіп жұмыс жасайды деген сөз. Яғни осы ұйымдасқандықтар деген дерек фильмде сонымен қатар дейді, ең алғашқы президентіміздің өзі мына ақш-тың 5 президентімен қатар сөйлесті дейді. Сонымен қатар Ресейдің 2 президентімен қатар тең дәрежеде сөйлесті дейді. Басқа да елбасылармен бірге тең дәрежеде сөйлесті дейді. Ал ол жерде не деді? Біз қарасақ қазір көршілес елдерде, қазіргі саясаттың өзінде көршілес елдерде әлі де тұрақсыздық бар. Тұрақсыздық деген не? Ол саяси жағдай, сонымен қатар соғыс. Ал біз осы елде бейбіт өмірде сүргенімізге мақтанамыз, қуанамыз. Осы орайда кім пікірін айтады? Мен пікірім айтып кетсем болады ма, апай? Майра. Бізде шынында да тәуелсіздікті 1991 жылы алдық па? 91 жылдан бастап қазіргі 2020-ға дейін шынымен де осы елбасымыздың Қазақстанда қандай дәрежеге көтеріліп келгенін көре аламыз. 91 жылғы жағдай қандай, қазіргі 2020-дағы жағдай қандай. Сол тұста мына видеороликте айтылып кетілді, шекара мәселесі. Нұрсұлтан шекара болмаса, мемлекетте болмайды деп. Дәл сол секілді Нұрсұлтан Назарбаев өзі негізінде айтқанын орындата алатын, көндіре алатын, бір керек сөзді дер кезінде айтатын, өте сондай бір жомарт адам болған екен. Оның өзі бір үлкен қасиет болып табылады. Біздің шекарамыз айтылып өтті 16.000 шақырым. Елбасы осы жерде, елбасы осы елдердің аймақтық және экономикалық қауіпсіздігі мен ынтымақтастық қамтамасыз ететін маңызды интеграциялық жобалар құру туралы да басшылық көтерген адам болатын. Тағы да бұл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты біз әлем саясатының патриархаты деп те айта алуымызға болады. Және тағы мына бізде дипломаттар видеороликтің басында өз пікірлерін білдіріп жатыр. Бүкіл осы үкіметтің мемлекеттің дамуы президентке де байланысты деп. Осы біздің осындай тәуелсіздігіміз елбасының осы жаңағы тәкаппар бір беткей жұмыстарының арқасында деп ойлаймын. Қорыта келе, елбасы құрған әлем танып айта аламын. Рахмет, Майра. Мен де пікірімді айтсам бола ма? Мен де пікірімді айтсам. Айта ғой. Айта берсеңдер кезек-кезекпен.
Аяжан. 2019 жылғы 21 маусымында өткен осы көшбасшылыққа 30 жыл деген ғылыми халықаралық ғылыми практикалық конференциясында сөйлеген. Сол кезде осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай деген: ол 7 қырыны мыналарды айтқызған. Осы шекаралардағы барлық шекаралардың өзінің ұжымдық экономикалық қалыптасуының арқасында мемлекеттік шекараларды айқындау және халықаралық интеграциялар және де бізде ядролық бастамалар және арал проблемасын шешу және де соның бірі Астананың құрылысы және де транзиттік әлеуеттікті іске асыру және де тағы осы халықтың демографиялық проблемаларын еңсеру делінген хабарламалар айтылды. Және де біз осы 7 сыны тұңғыш президент реформаларының арқасында тәуелсіздіктің басты 7 жетістігіне айналғанына біз көзіміз жетеді. Тәуелсіздіктің 7 қыры деп, иә? Мен айтайыншы апай. Динара. Осы деректі фильмін көре отыра біз Қазақстанға қандай нық қадамдар жасағанын тағы да көзайым болып отырдық. Мысалға келтіретін болсақ, шекара. Әрине, әр елдің елдігін дәлелдейтін құндылықтардың бірі шекара болып табылады. Шекара болмаса, елге қай кезде де қауіп төніп тұрады. Осы қауіпті ең алдымен сезген Нұрсұлтан Назарбаев, елбасымыз өзінің нық қадамдарын жасай бастаған. Мысалға келтіретін болсақ, осы Ельцинмен, экс-президент Ельцинмен кездесіп, Каспий дауын шешу де осы қауіптің алдын алуына көріп отырмыз. Онымен қоса, біздің Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ғана көшбасшысы емес, себебі ол Азияның қауіпсіздігін қорғаған ұлы тұлға. Неге десеңіз, 1992 жылы осы 5 қазанда өткен Біріккен ұлттар ұйымының 47-ші сессиясында өзінің Азия қауіпсіздігін құру туралы бастамасын ұсынған. Осы бастаманы әрине ол кезде ешкім құптағанмен қазіргі кезде ең алдыңғы саясаттардың бірі болып келді. Онымен қоса, жаңа ғана тәуелсіздігін алған және де жас мемлекеттің саяси аренаға шығарған осы бір жетістігінің бірі Біріккен ұлттар ұйымындағы осы бастама мен Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына төраға болу. Әрине 1991 мен 2020 жылды салыстыра отыра, оның арасында өткен 29 келесі жылы 30 жыл толатын тәуелсіздігімізді әлі күнге дейін сақтап отырған осы елбасымыздың арқасы деп білемін. Мен айтайыншы апай. Айта ғой. Яғни Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін алды. 1990 жылы жоғалған 10 жыл деп есептелінеді. Неге бұлай деп есептелінеді десек, өйткені бұл криминал және де бандитизм өршіді. Яғни ол көліктерге және де теміржолға өте үлкен зардабын тигізді. Сонымен қатар ол уақытта коммуникацияның өзі күрмеулі мәселелердің бірі болып табылды. Яғни теміржолдар кешенінің 60% жүк платформаларының 80% және де көлік жолдарының 1/3 өте нашар күйде болды. Сонымен қатар бүкіл құбыр газ жүйесі бұл Ресей арқылы өтетін болды және де теңізге шығатын барлық дүниежүзілік теңізге шығатын жолдардың 32 мемлекет болса, соның 16-сы кедей мемлекеттердің бірі болды. Және де осындай жағдайларды ескере отырып президент Қазақстан транзиттік потенциалын пайдалана отырып үлкен жоба құрды. Яғни ол өзінің Қазақстанның астанасы бір белдеу және де бір жол бастамасын ұсынған болатын. Сонымен қатар 2014 жылы дүниежүзілік әлем бойынша экономика құлдырай бастады және де Қазақстан президенті бұған тек құлдырауға тек жұмыспен жауап береміз деп үндеу тастаған болатын және де Қазақстанда 200 мыңнан астам жұмыс орны құрылған болатын. Сонымен қатар батыс Қытай және де батыс Еуропа жүзеге асқалы Қазақстан соңғы 5 жылдықта үлкен биік дәрежеге жетіп және де кіріс көбейе бастады. Жұмыс ету үшін түрлі әдістер қолданды. Жай ғана қала емес, тұтас мемлекет тұрғысында. Сондықтан қаланың көз тартарлық келбеті ғана емес, тұрғындарының өмірі, жайлы тұрмысы да маңызды еді. Алдымен
мұғалім, дәрігерлер, инженер, қаржыгерлерге мән берілді. Осы санаттағы танымал тұлғалардың бірі қазақстандық кардиохирург Юрий Бя болатын. Жаңа санаға көшу туралы 2003 жылы ұсыныс жасалды. Осыдан келген соң кардиохирургия саласында бұрын-соңды болмаған. Академиктің айтуынша, нейрохирургия және кардиохирургия саласы көлемді қаржылық қолдауды қажет етеді. Осы екі саланы қаржыландыруға қуатты экономикасы бар ауқатты елдердің ғана әлеуеті жетеді. Ал біздің мемлекетіміз бұл міндеттерді ойдағыдай атқарып шықты. Біздің қаламыз болашақта ғылымдағы жетістіктермен мақтана алатындай болуы керек. Қалада әлемдік үздік білім ордалары, кәсіби мамандар шоғырланған медицина орталықтары, адамдарға жоғары дәрежеде қызмет көрсететін орындар болуы тиіс. Инвесторларға біз қақпаның бәрін ашып тастадық. IT университеті ашылды, IT хаб ашылды. Зияткерлік мектептерден кейін қазір қарасаңыз, жеке мектептер ашылып жатыр. Европаның немесе Американың үздік профессорлары, мұғалімдері келіп біздің мектептерде, университетте сабақ беруде. Бұл елбасымыздың білікті маман, білікті ұрпақ, білімді ұрпақтар беруге бағытталған жолы деп айтамын. Көп басшылар барыңдар деп айтады, ал нағыз іскер көшбасшы ғана менімен жүріңдер деп айтады. Елбасының осындай қасиеті болды. Ол бәрімізді біріктіре білді. Кейде қандай да бір реформаны қолғаларда, қол бармай қиын сәттерге тап болғанда, елбасы қиналған сәтіңді бірден байқап, бойға күш қуат беретін сөздер айтады. Қанаттандырады. Сол демеу сөздің өзі алдағы жарты жылына жететін қуат сыйлайды. Елбасы адамдармен сөйлескенде мүлдем жадыратып, жақсы сөзімен қолдап отырды. Алдымен ол біздің әрбір адамға деген зор сеніммен қарайтын, баса айту керек. Елбасы іс барысында әрбір адамға зор құрметпен, биік сеніммен қарайды. Адамдағы сенімнің күші қолға алған істің бастарда тауға бұратындай қуат береді. Қажет біздің елде ғана енгізілді. Әрине бұл жұмысыңа шалқар шабық керек. Осындай жетістіктерден кейін алға қарай тағы шешті деп айтуға. Мысалға мыңдаған жастар келді. Бұл жерде өзінің орнын тауып жатыр, арманын орындалып жатыр. Ары қарай енді қазір біз жаһандану заманындамыз, бұл шекаралар ашық. Осы жерден ары қарай әлемнің үздік қалаларына барып, сол жерде білім алып, көргенін, білгенін келіп, елімізге елдіктің бастауы дейді. Осы жерде не айтуға болады? Яғни бізде жаңағы IT біздің өзіміз университетте бар IT сынып деген. Яғни IT университеттер ашылды. Яғни технологияға көңіл бөлді. Сонымен қатар біздің негізі мынау әлемде адамзаттың ең басты құндылығы кім? Тірі организмде адам екен. Адам үшін жан-жақтағы қоршаған әлем біз үшін қызмет етпесе, онда ең басты құндылық бізде адамның әл-ауқаты, адамның жаңағы өмір сүру қабілеті болмаса, онда мына жасалып жатқан дүниенің барлығы түкке тұрғысыз еді. Сонда жаңағы шетелдік ғалымдарды алып келді. Яғни бұл жерде тәжірибе алмасу деген сөз ғой, бұл жаңағы шетелге ақша шашу емес. Мысалы 91 жылы ең бірінші біз тәуелсіздікті алған кезде мойындаған елдің бірі Түркия Республикасы болды. Түркия болды, Қазақстанның тәуелсіздік алды, тәуелсіздікке жеңіске жетті дегенге сенген. Ал оны алу, кеңес одағының өзі, ыдыраудың өзі қиынға түскен жоқ. Біз мысалы 70 жыл бодандықта болды дейді. 70 жыл бодандықта болды дегенді қалай түсінесіңдер? Яғни Ресей империясында, Ресей мемлекетінің қол астында. Апа, мен айтайын? Иә. 70 жыл құрамында болдық қой, сол жаңағы Ресейдің бүкіл қол астына өтіп, солардың да тіпті дініне дейін қабылдауымызға тура келді. Мен соны түсінемін, бодандық деген өзіміздің еркіндігіміздің жоқтығы, және де біреуге бағынуымыз. Одан кейін ең ауыр мәселесі қазақтардың бара-бара сол орыстанып жойылып кетуі, сол бодандық деп есептеймін мен үшін. Қазақты ешқашан жоғалтпау керек, себебі
қазақтар ең мықты ұлт деп мен есептеймін, және де осы мықты ұлт болып қалыптасуына көп әсер еткен ол біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Осы бодандықтан шығарып бізді еркіндікке сүйреген. Бізде қазір ашықтық деген мәселе бар, сендер өз ойларыңды, адам өз ойын еркін айта алады. Шынайылық деген бар. Оған көз жеткіздіңдер ме? Біз сендерге ешқандай сен ананы тиіп таста, сен мына нәрсені айтпа деген нәрсе болған жоқ. Мысалы, кеше осы сендер университетке түскелі бері 3 рет емес, 4-5 рет мына Инстаграм желісінде, Фейсбукта тікелей эфир өткізілді, ректормен, проректорлармен. Ол кезде ешкім саған алдын ала еш нәрсе айтқан жоқ қой, мына нәрсені айтты. Сонда шынайылық пен ашықтық деген нәрсе сол. Біз Ресей құрамында кезде бір адамға ғана табынушылық болса, ал қазір демократия, тәуелсіздік алғаннан кейінгі ашықтық, яғни бізде ең басты жаңағы жеңісіміз. Сонда әрбір Қазақстанның өздерің сияқты әрбір азаматтары өзінің пікірімен, өзінің қосар үлесімен елді дамытуға мүмкіндіктері бар екен. Бір ән айтып жібереміз ба? Ақбота, әнді қосасың ба? Ақботамен кім ән айтатын? Ақбота еді, апай Ақбота жолда кетіп бара жатыр еді, сеп ұстамай қалды ғой деймін. Ақбота бізге музыкалық сәлем жолдайын деп еді. Әрі қарай біз жалғастырайық. Тағы да біз қандай деректі фильмдерін көрдік. Елдіктің бастауынан басқа парасатты шешім, сын сағатта. Бұл деректі фильмдердің барлығы елбасының өмірінен, елбасының Қазақстанмен бірге жүрген дара жолымен екен. Бірінші шекарамызды айқындап беруі, елу елдің қатарына қосамыз деп, елу елдің алғы шебінде тұруы, және шетелдік ғалымдармен жаңа тәжірибе алмасы бізде медицинаны дамуына үлесін қосқандығы. Оның бәрін алу және оған қаражат бөлдіру, ол да оңай нәрсе емес. Бұл да елбасының ерен ерлігі, іскерлігі болып табылады. Сонымен қатар осы елбасының бастамаларымен қандай оқу орындары ашылды? Апай? Айна. Университет бар, Назарбаев атындағы. Мысалы үшін Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің атында мектеп оқушыларына арналған мектеп бар Шымкенттің өзінде. Бигалы Сандуғаш кішкене бізге қызықты мәліметтер айтамын депті. Ақбота, өлең дайын ба? Қос жерін? Шаршамасын деп. Яғни біз алдағы уақытта сын сағатта деректі фильм талқылайтын боламыз. Сонымен қатар парасатты шешім. Бүгін міне біз елдіктің бастауымен
қай деректі фильмді қозғадық? Ұйымдасқан ұтады. Ұйымдасқан ұтады мен елдіктің бастауы. Сандуғаш Бекалы. Қызықты факт айтып өтсем бола ма, апай? Айтамын. Посткеңестік елдер арасында билік басында болу рекорды 1989 жылдан бастап республиканың бірінші адамы. Бұрынғы КСРО елдерінің ішіндегі ең көне көшбасшыларының бірі 72 жаста. Яғни Ислам Каримов қана өзінен үлкен. Сондай-ақ Өзбекстан мен Қазақстан бұрынғы КСРОда тәуелсіздік алғаннан бері басты тұлға өзгермеген жалғыз мемлекет. Оның туған күні мемлекеттік мереке Астана күнімен сәйкес келеді. Ал 7 мамыр Дариғаның туған күні. Отан қорғаушы екеуі де мемлекеттік мерекелер болып табылады. Оған Алматыдағы президенттік саябақта және Анкарадағы ескерткіштер орнатылды. Сонымен қатар елбасының хоббилері үлкен теннис, шаңғы, гольф болып табылады. Ақбота қосылды ма? Апай. Дархан желім, не деген шалқар едің? Байтақ далам, дастансың айтылмаған. Орман көлім, кіндік қан тамған жерім, өзіңе кеп басады, аңсаған арман демім. Мақтанамыз, досқа да жатқаңыз. Отан жайлы, шаттық жырақтарамыз. Серұйықсың, өзгеден биіксің, картадан паңғарайтын, сен биіккер мұйықсың. Өрлей бер талмай самға, Қазақстаным алға, ұмтылған арайтанға. Осындай сұлу кең өлке егемен дүниеде мынау бар ма? Қиындық жолын білмей, Қазақстаным өлмей, құлпыра жайна гүлдей. Арқа андай атырауым, паналы асқар тауым. Жетісуым, қазына байлық нуым, көгімде желбіресін, тәуелсіз менің туым. Өрлей бер талмай самға, Қазақстаным алға, ұмтылған арайтанға. Осындай сұлу кең өлке егемен дүниеде мынау бар ма? Қиындық жолын білмей, Қазақстаным өлмей, құлпыра жайна гүлдей. Назарларыңызға рахмет. Ахмет, Ақботаның осы өлеңі, қандай да бір патриоттық өлеңдер болсын, адамға бір рух күш сыйлайды. Келісесіңдер ма? Ақботаға рахмет айтамыз. Ақбілек апай, мен біздің группадан да сөйлейтін балалар бар еді, презентация қосып жіберейінші қайтадан. Қоса ғой. Рахмет.
осы сендердің өздерінің пікір білдірулерің де бір жауапкершілікті білдіреді. Яғни әрбір іске немқұрайлы қарамаудың өзі, ол да бір үлкен іс, ол да жауапкершілік. Кім сөйлейді? Лауазымдары. Қазақстан Республикасының бірінші президенті 24 сәуір 1990 жылы таққа отырып, 2 наурызда 2019 жылы тақтан кетеді. Қазақ КСР президент 24 сәуір 1990 жылы 24 желтоқсанда 1991 жылға дейін отырып келді. Қазақ КСР жоғары кеңестік төрағасы 22 ақпан 24 сәуір 1990 жылдар арасында болды. Қазақстан Коммунист партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы тағайындалды. 1989 жылы 28 тамызда 1991 жылға шейін отырды. Қазақ КСР министрлігінің кеңестік төрағасы 22 наурыз 1984 жылдан 27 шілде басшыларының кеңесінің төрағасы 20 мамыр 2006 жылдан 5 қазан 2007 жылға шейін отырып келді. Рахмет. Жасөспірім шағын Нұрсұлтан тек өз сыныбында ғана емес, мектепте ең үздік оқушының бірі болды. Сабақты зор ынта ықыласымен оқыды. Ол өзінің аса құштарлығын білетін, ағайын туыстары әкеп берген кітаптардың бәрін оқып шығуға жан тәнмен кірісті. Ал енді тұңғыш президенттің ғылымға сіңірген еңбектеріне тоқталып өтсек, кітаптары Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар ғылыми еңбектердің және әлеуметтік экономикалық даму мәселелері мен қоғамдық саяси тақырыбы бойынша кітаптардың авторы. Важнейшие условия интенсификация 1983 жыл жазған, Стальный профиль Казахстана 1984 жыл жазған, Экономика Казахстана, реальность и перспектива становления 1988 жыл жазған, Без правых и левых 1991 жыл жазып, Стратегия развития Казахстана как суверенного государства 1992 жыл жазған, Стратегия ресурс, опережение и переход к рынку 1992 жыл жазған, Қазақстан жолы 2012 жылы, тәуелсіздік белестері, ғаламдық қоғамдастық түбегейлі жаңарту стратегиясы және өркениеттер серіктестігін, осы 3 кітапты 2012 жылы жазған. Одан бері де тағы да бірнеше кітаптары бар. Еңбектері бар. Енді біз ғылыми дәрежелер мына ғылыми дәрежелері мен атақтары бірнеше мемлекеттегі университеттердің профессоры, құрметті атағы берілген екен. Назарбаев мектебінде де өзінің лекциясын оқыды. Профессор ретінде өзінің лекциясын оқыды. Біз тарихта қалған бұл тұлғаны оқи берейін ба? Ғылыми дәрежелері мен атақтары. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің құрметті докторы, Қазақстан 1992 жылы қараша, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстан 1995 жылғы маусымда, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің құрметті профессоры, Ресейде 1996 жылғы мамыр айында, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі 1997 жылы мамыр айында, және Циолковский атындағы космонавтика академиясының құрметті мүшесі, Ресей елінде 1999 жылғы сәуір айында, Ереван мемлекеттік университетінің құрметті докторы, Беларусь қаласында 2001 жылғы мамыр айында, Ислам әлемі ғылым академиясының құрметті мүшесі,
Иордания 2002 жылғы сәуір айында, Кембридж университетінің құрметті профессор, Ұлыбританияда 2004 жылы сәуір айында, Окан университетінің құрметті докторы, Түркияға елінде 2009 жылы қазан айында, Малайзия Milkoping University of Creative Technology университетінің құрметті докторы, Малайзияда 2012 жылы сәуір айында. Рахмет, осы атаққа ие болудың өзі де ол ерен еңбекті білдіреді екен, иә? Міне, Назарбаевтың Назарбаевтың бастамасымен ашылған оқу орындары. Ең бірінші халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Қазақстан менеджмент институты, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Гумилев атындағы Еуразия университеті, Ұлттық мемлекеттік заң университеті, Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері, бір қатар лицейлер мен колледждер ашылған. Президенттің болашақ бағдарламасы іске асуда, ол бойынша жастар дүние жүзінің ірі оқу орындарында білім алып жатыр. Және де қорытындылай келе, тәуелсіз ел болу, тұңғыш президенттің сайлануы, осы тұлғаның арқасында Қазақстанның бүкіл әлемге танылуы, шашылып кеткен қандас бауырларымыздың тарихи отанына шоғырлана бастауы, Астана қаласының сәулеттене түсуі, бәрі тәуелсіздігіміздің әр күні емес, әр сағаты жаңалыққа, игі істерге ұласып жатқанының айқын дәлелі. Қазақ елінің жарқын болашағы, халықтарының бірлігі және бейбіт өміріне тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қосқан үлесі өте зор. Бүгін шараға қатысқан барлық білім алушыларға айтамын. Және осы жоғары оқу орындарының ашылуы дедік, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-түрік университеті 91 жылы ашылған екен. Яғни сол кезде мен жаңа айтып өттім ғой, ең бірінші біздің тәуелсіздігімізді мойындаған республиканың бірі Түркия екен. Яғни қандас бауыр ретінде екі мемлекет бірігіп университет ашты. Ол университет әлі бар Түркістан қаласында. Сонымен қатар қазіргі біз жастар ретінде біз ертең университетті бітіріп жатайық, бітірген уақытта да біздің болашақ деген білім беру бағдарламасы, болашақ бағдарламасы бойынша кез келген жастың білім алуына жол ашылған. Яғни сендерге қол жетімді деген сөз. Қол жетімді. Қазір түрлі бағдарламалар ашылған. Оның барлығы бірінші президентіміздің бастамасы. Біз біраз нәрсені түйдік деп ойлаймын. Қорытындылай келе, біз мына еліміздің елдігін асқақтататын, осы келер ұрпақтың жарқын болашағы жарқын болу үшін, яғни жағдай жасауды біздің тіліміз, дініміз, діліміз өшпес үшін әрбіріміз жаңағы Абай айтқандай кірпіш болып қалуымыз керек, әрбіріміздің үлесіміз болуы керек. Әрине оған бірінші бастама ретінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті өзінің сара жолын салып кетті.